Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Сенбі күндер сәтті өтсін. Осыдан бір 2-3 ай бұрын ескерту жасап кеткем осы Калинка Kids деген дүкенге. Бәрі орысша жазылып тұрған. Енді қазір ішінде қандай өзгеріс болды, сіздерге көрсетіп кетейін деген. Қалғандарға үлгі болсын, таратып отырыңыздар, көрсетіп отырыңыздар. Міне балалар дүкені дейді, детский магазин дейді. Қызым жүр. Мына жерде бәрі тек қана орыс тілінде болған, қазіргі таңда жұмыс тәртібі деп, міне күнделікті деп бәрін жазып қойған. Жүр ансаған. Содан кейін қараған ішінде көрсете кетеміз. Таратып отырыңыздар, көрсетіп отырыңыздар. Мына жерде ашық, открыто деп тұр. Жүр. Мына жерде бейне бақылау жүргізілуде, ведется видеонаблюдение дейді. Заңға сәйкес жазылып тұр бәрі. Көрдіңіздер ме? Мына жерде астында қызметтік бөлімше деген орысша жазылып тұрған. Қазір қызметтік бөлімше кіруге болмайды. Служебный бөлімше қойып нельзя деп тұр. Міне жабық деген болады, шығу, выход деген бәрін өзгертіп қойды. Бейне бақылау жүргізілуде дейді. Міне осылай жазып қойған. Мына жерде кілтті кассадан алып деп бәрі бірінші қазақ тілінде үстінде жазылып тұр. Заңға сәйкес көрдіңіздер ме? Және де айтқанбыз мына тауарлардың атауларын бәрін бірінші қазақша жазыңыздар деп. Міне суға арналған дейді. Көрдіңіздер ме? Суға арналған шамшырақ дейді. Свет дейді. Көрдіңіздер ме? Ағайын, міне осылай болу керек. Үлгі алыңыздар. Бүкіл жан жаққа бәріне таратыңыздар. Осылай болу керек. Міне қуыршақ деп тұр ма? Кукла деп жазылып тұр. Сол жағдай солай, ағайын. Міне мына жерде нәски, біздің шұлғы деп айтамыз ғой, шұлық деп айтамыз ғой. Міне шұлық, нәски деп тұр. Міне мына жақта қызметтік бөлмесі кіруге болмайды деп жазып қойыпты. Одан артық бізге не керек? Мен бәрінен айтам. Бірес өзгертесіздер, содан кейін бәрі тұра береді. Ары қарай жұмыстарын істей бересіздер. Мына жерде бірінші тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңының 30-шы бабы дейді. Мына жерде тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы деп тұр бәрі. Бірінші бәрін қазақшасын жазып қойған, ағайын. Осылай болу керек. Міне құрметті сатып алушылар, өзіңіздің тауарларыңызбен тапсыруларыңызды кассадан кетпей тексерулеріңізді сұраймыз дейді. Көрдіңіздер ме? Одан артық не керек, ағайын? Одан артық не керек? Мына жерде енді сәлемес. Мына жерде бір ғана қате тұр екен. Оны қазір айтамыз. Оны мен 100% сенімдімін. Олар ондай қатені тез өзгертіп тастайтынына сенімдімін. Міне қуыршақ дейді, ағайын. Қуыршақ осылай болу керек. Кез келген жазудың бәрі бірінші. Міне ойыншық, игрушка дейді. Ойыншық, игрушка дейді. Сол, ағайын. Калинка Kids'тан қанағаттанып келе жатырмын. Бірақ қателік бар. Сәлеметсіз бе? Вот одно только у вас чуть-чуть сверху қазақша напишите. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет. Аман болыңыздар. Жақсы. Кеттік, ансөш. Осылай, ағайын, таратыңыздар, жіберіңіздер. Біздің өзіміздің ағайындардың дүкендерінде осылай жазылмайды. Ескерту жасадық, заңды түсіндірдік. Осылай өзгерт қойды. Осыған қанағатпыз. Ары қарай Қазақстан Республикасының тілдері туралы заңын іске асырып, қазақша бәрін жаздыртып жүре беруден шаршамаймыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі.